Сәлем қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын пельменді көрсеткім келіп тұр. Қамыры езілмейтін өте дәмді пельмен. Оңай дайындалатын. Бізге керегі бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз, екеуін жақсылап араластырып алып, үстіне 150 мг су құямыз, үстіне 400 грамм ұн салдым. Міне қамырымыз езілмейтін өте керемет қамыр шығады. Өстіп елеп болғаннан соң 5-10 минут қамырды бетін жауып демалдырып қоямыз. Мен міне 500 грамм фарш алдым. Үстіне 1,5 пиязды өте ұсақтап турадым. Тек қара бұрыш пен тұзды ғана салдым. Жақсылап араластырамыз осылай. Жақсылап араластырамыз. Егер фаршымыз сухой деп ойласаңыздар, сұйық майда құюға болады. Жұмсақ болады сол кезде. Мен қамырды 90-92 граммнан 6 бөлікке бөлдім. Міне соның бір бөлігі мына формамызға шап-шақ ровно болады. Енді осы формамыздың үстіне жақсылап ұн сеуіп аламыз, жабысып қалмау үшін. Ұнды жақсылап себеміз, асықпай. Енді дайын тұрған қамырымыз үстіне қоямыз былай. Міне шап-шақ артық қамырымыз қала бермейді жан-жағынан. Енді мен мына фаршымды өстіп кондитерский пакетке салып алдым. Ыңғайлы болу үшін өте ыңғайлы. Уақыт үнемдейсіздер, тез-тез салынады. Осылай қаз-қатар қылып салып аламыз. Не қараңыздар, барлығы бірыңғай ровно болып салынды. Міне үстіне екінші қамырды беттестіресіздер осылай. Араларын қолмен басып жіберіңіздер. Оқтаумен жүргенде де осылай үстінен жайлап отырып жүру керек. Сол кезде фарш бір-бірінің ығыспай әдемі болып түседі. Міне жан-жақтарын енді алып тастаймыз осылай. Қамыры өте керемет болғандықтан ешқандай да жабыспайды, жыртылмайды, суға салғанда да ашылып кетпейді. Міне осы рецептпен жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Мен осылай бөлек зажарка дайындап аламын. Қызған табамызға майды құйып, пияз бен сәбізді бірге қуырып аламын. Үстіне тұз себемін, осылай. Жақсылап өсіп араластырып, үстіне болгар перецімізді қосамыз. Оның үстіне томатымызды саламыз, жақсылап араластырып қуырамыз. Міне паприка, қара бұрыш, кориандр, лавр жапырағы осыларды қосып, иісі әдемі болып шығады. Не қайнап тұрған суымызға құйып жібереміз. иісі керемет болып тұрған сорпамызға осылай
пельмендерімізді жайлап саламыз. Жегенде арманда, жемегенде арманда болатын тамақ болады. Міне астын қатты отқа қойып, бетін жауып қойыңыздар. Міне дайын. Қамырына қараңыздар, жарылмағанда, ашылмағанда, езілмегенде өте керемет. Қазан қайнап тұрса, ақыл сайрап тұрады дейді ғой. Сол демекші, қазандарыңыз оттан түспесін. Міне менің тамағым дайын болды. Үстіне ас көбімді қосып, енді тамаққа келіңіздер. Ас болсын. Тамағым ұнап жатса, лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.